Құрметті Түркістан облысының тұрғындары, Түркістан қаласының және барлық Қазақстан Республикасының азамат және азаматшаларына хабарлама ретінде мынау Ішкі істер министрлігінің 2020 жылғы 13 наурыздағы 211 бұйрығына сәйкес ішкі істер органдарына қабылданатын адамдар үшін алғашқы кәсіптік даярлыққа іріктеу қағидалары және одан өту шарттары мынау осы 2022 жылдың сәуір айында учаскелік полиция инспекторлары, патрульдік полиция тобының инспекторы, патрульдік полиция тобының туристерге қызмет көрсету, яғни туристік полиция инспекторы және полицей лауазымдарына конкурс жарияланды. Біздің ішкі істер органына қызметіне қабылдау рәсімі ашық, әділ ретінде болып жатқан жағдайды көрсетіп отырмыз. Және де барлығына мүмкіндік бар. Біздің ішкі істер министрлігінің қойылған талаптарына құжаттары сәйкес келетін азаматтар мен азаматшалардың барлығын қызметке қабылдауға дайынбыз. Конкурс болып жатыр екен, мен соны байқап, қазір келіп қатысып жатырмын. Білмеген сұрақтарымды Нұрсұлтан Түймебаев капитан бәрін бізге түсіндіріп айтып берді. Бұл жердің талаптары біріншіден госэкзамен өту керек. Одан кейін өткеннен кейін біз медкомиссиядан өттік. Одан кейін біз 3 айлық оқуға жіберіп, ол жердің талабы спорт подготовкадан өту. Одан өтсек, аман есен өтсек, құдай сол жерде оқу тамамдап, осы жерге жұмысқа келеміз. Таңдаған себебім өзім ең мықты, ең үздік тергеуші болғым келеді. Өз атымды қалдырмай, халқыма жеріме қызмет етемін.